Сәлеметсің бе, жас дос? Бүгінгі қазақ тілі сабағына қош келдіңіз. Сабағымыздың тақырыбы «Менің отаным Қазақстан». Сабағымыздың мақсаты оқылым мәтінін талқылайды, мәтінде көтерілетін мәселені болжайды. Сабақтың бағалау критерийлеріне тоқталып өтсек, мәтіннің мазмұнын түсінеді, мәтіннің атауын талқылайды, мәтінде көтерілетін мәселені болжайды. Құрметті оқушылар, бүгін біз мәтінмен жұмыс жасаймыз. Сондықтан да өткен оқу жылындағы мәтін туралы алған білімімізді еске түсіріп өтейік. Мәтін дегеніміз бір тақырып төңірегінде біріккен ақпаратты жеткізетін мазмұнды сөйлемдер тізбегі. Мәтін белгілі бір мақсатта жұмсалады. Ақпарат беру, қызықтыру, сендіру, талқыға салу, суреттеу, ақыл кеңес беру, сын пікір беру, баға беру. Мәтін белгілі бір көзделген аудиторияға негізделеді. Түрлі жастағы топтарға, арнайы топтарға, кәсіби мамандарға, әртүрлі әлеуметтік топтарға, жалпы аудиторияға негізделеді. Мәтін белгілі бір стильде жұмсалады. Олар ауызекі сөйлеу стилі, публицистикалық стиль, көркем әдеби, ғылыми стиль және ресми іскери стиль болып бөлінеді. Құрметті оқушылар, енді бірінші тапсырмаға көз жүгіртіп көрелік. Сұрақтар төңірегінде ой қозғаңыздар. Отан, туған жер деген ұғымдарды қалай түсінесің? Қазақстанның елордасы туралы не айтасың? Қазақстанның кең байтақ даласы мен табиғат туралы не білесің? Бүгінгі Қазақстан туралы не айтар едің? Оқушылар, осы бөлімде біз еліміздің туған жеріміздің көрікті жерлерімен, табиғатымен танысамыз. Берілген сұрақтарды ой елегінен өткізсек, әр адамның туып өскен жері бар. Туған жер әр адамға ыстық, кең байтақ даласы мен табиғатының әсемдігі мен көріктігіне мақтанышпен қараймыз. Елордамызда күн санап таңғажайып деңгейде өсіп көркейіп келеді. Өз отаныңды құрметтеу, тау мен тасын, шөл мен даласын, барлығын қадірлеу әр адамның парызы деп білеміз. Ендеше оқушылар, осы бөлімде біз туған жеріміздің керемет табиғатымен, кең байтақ даласымен танысып, оны құрметтеуге үйренеміз деген ойдамын. Ендеше алғашқы тапсырманы орындауға көшейік. Суреттерді атаулармен сәйкестендіріңіз. Тапсырманың скриптор суреттерді ажыратасыздар және жер су атауларын болжайсыздар. Сондықтан да оқушылар, мәтінді бірге көз жүгірте отыра, мәтіннің мазмұнын түсініп оқыңыздар. Биігін қар көмкеріп, алақанаттанып жататын Алатау табиғаты әсем. Қазақ жеріндегі ең ірі тау жоталарына жатады. Жер жанаты Жетісуға көрік беріп тұрған Алатаудың қойнауы құтты, ауасы таза, шипалы судың көзі. Мұнда өсімдіктің түр-түрі өседі, жануардың да түрі көп. Шыңды құзды тау биігін қарлы шыңдар басып жатыр. Қалың мұздақтар көп. Тау етегінде орман, аңғарында шалғын. Тау жынысы пайдалы қазбаларға аса бай. Баурайы тіршілік үшін өте қолайлы. Алматы, Қарасай, Талғар, Талдықорған, Қапал, Жаркент сияқты көптеген қалалар да осы таудың баурайында орналасқан. Мәтіннің мазмұнын түсініп оқыды деген ойдамын. Олай болса, орындауға көшейік. Мәтін қандай мақсатта, аудиториясы кімге негізделген, стилі қандай, мазмұны не туралы айтылғандығы туралы кестені толтырыңыздар. Тапсырманы орындап тапсырмаға көз жүгіртейік. Мәтінде көтерілген мәселені анықтайтын тірек сөздерді тауып жазыңыздар. Мәтінді
тағы бір көз жүгіртіп оқып шығайық. Биігін қар көмкеріп, алақанаттанып жататын Алатау табиғаты әсем қазақ жеріндегі ең ірі тау жоталарына жатады. Жер жаннаты Жетісуға көрік беріп тұрған Алатаудың қойнауы құтты. Ауасы таза, шипалы судың көзі. Мұнда өсімдіктің түр-түрі өседі, жануардың да түрі көп. Шыңды құзды тау биігін қарлы шыңдар басып жатыр. Қалың мұздақтар көп. Тау етегінде орман, аңғарында шалғын. Тау жынысы пайдалы қазбаларға аса бай. Баурайы тіршілік үшін өте қолайлы. Алматы, Қарасай, Талғар, Талдықорған, Қапал, Жаркент сияқты көптеген қалалар да осы таудың баурайында орналасқан. Ал, құрметті оқушылар, енді тірек сөздерді тауып көріңіздер. Орындайық. Мәтіндегі тірек сөздерді негізге ала отырып, табиғат пен адам егіз тақырыбына ой толғау жазыңыздар. Тапсырманың дескрипторы. Мәтіндегі тірек сөздерді байланыстыра алады. Мәтінде көтерілген мәселені өз ойымен толықтыра алады. Ой толғау жазудың талабын сақтай алады. Тірек сөздерді тағы бір еске түсіріп өтейік. Табиғаты әсем, жер жаннаты, құтты, ауасы таза, шипалы судың көзі, пайдалы қазбалар, тіршілік үшін өте қолайлы таудың баурайында. Ендеше оқушылар, табиғат пен адам егіз тақырыбына ой толғауды жазуды бастайық. Құрметті оқушылар, жазған жұмыстарыңызды дискриптор бойынша бағалап көріңіздер. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сіздер не меңгердіңіздер? Өз білімдеріңізді бағалау үшін мына күлегішті пайдаланып көріңіздер. Мәтіннің мазмұнын түсіндім. Тірек сөздерді таба алдым. Мәтінге талдау жасай алдым, ой толғау жаздым. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше достар.